Қайырлы кеш қазақ елі. Кешкі базар. Кешкі базар. 10 миллион теңгеге сатылады. Өзінің бағасы ағайын. Бағасы мына хозяйны тұр. Конкретно түсіріп атырым деп жатыр. Бұл Lexus RX 350 емес, Lexus RX 450 гибрид ағайын. Қара беріңіздер. Тұрсын қараңыздар. Готовый вариант. Легкий карфаксмен деп айтты енді хозяйны. Өз мына Абу-Даби номерімен, Абу-Даби тем более номер көп машиналарға бере бермейді, өткені бұл Абу-Даби Эмираты өзі қаланың өзі астанасы болып саналады бұл жердің. Бұл жерге именно Абу-Дабиге номер беру үшін қатаң проверкадан өтеді машиналар. Мына вин-кодын қараңыздар, таза 2019 жылғы. Вот вин-код, карфаксын қарайсыздар, электросиденье, мультируль, кожа, салон, подогрев және обдув сидений. Вот, көріңіздер ма? Пуштар 104 мың километр. 104 мың, ой, правильно, 104 мың километр. Полный люгімен, полный комплектация. Память сидения десеңіздер, память сидениялары да бар. 4 титанкісі де орында. 4 титанкісі де орында. RX 450H. Аламыз, саламыз, учеттен шешеміз, сразу же сол күні экспортқа жібереміз. Противотуманка, дистроник, партроник, линзовый оптика, титановый диски барлығы бар. 3-5 гибрид ағайын.